Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 142-ші сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы ойын ережесін құра аламын, жіңішкелік таңбасы. Сабағымыздың мақсаты: құрамында жіңішкелік таңбасы бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Жіңішкелік таңбасын жазып үйренесің. Сурет бойынша әңгіме құрайсың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Мұз айдында тайғанақ, сырған айды оңаяқ. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Мұз айдында керемет сырған айдын. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл коньки екен балалар. Қане, коньки сөзін дыбыстап айтып көрейікші. К, О, Н, К, И. Қанша дыбыс естіліп тұрмыз? 5 дыбыс естіп тұрмыз. Бірақ жазылуында қанша таңба тұр бұл жерде? 6 таңба тұр екен. Яғни балалар, коньки сөзінде 5 дыбыс, 5 әріп бар екен. Бірақ біз білмейтін бұл жерде таңба тұр. Коньки дегенде бұл балалар жіңішкелік таңбасы екен. Бүгін біз жіңішкелік таңбасымен танысамыз. Жіңішкелік белгісі деп айтсақ та болады. Жіңішкелік таңбасы әріп емес дыбыста, белгі дегенің дұрыста. Тіл ұстату жаттығуын жаттап аламыз. Енді жіңішкелік таңбасы бар сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Коньки, 2 буын бар. 5 дыбыс, 5 әріп бар, жіңішкелік таңбасы бар. Оның 2-і дауысты, 3-і дауыссыз дыбыс екен. Жіңішкелік таңбасы сөздің ортасында кездесіп тұр. Жіңішкелік таңбасы дауыссыз н дыбысын қандай қылып тұр балалар? Жіңішке қылып тұр. Коньки деп. Енді суретте не көріп тұрмыз балалар? Циркуль көріп тұрмыз. Циркуль сөзін буынға бөлек. Циркуль, 2 буын бар екен балалар. 6 дыбыс, 6 әріп және жіңішкелік белгісі бар екен. Оның 2-і дауысты, 4-і дауыссыз дыбыс. Жіңішкелік таңбасы сөздің соңында кездесіп тұр екен. Қай дыбысты жіңішкертіп айтып тұр балалар? Л дыбысын. Циркуль деп. Мен балалар, жіңішкелік таңбасы туралы не білдік? Ол таңба екен. Сөздің ортасында және сөздің аяғында кездеседі. Орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Және жіңішкелік таңбасы өзінің алдындағы дауыссыз дыбысты жіңішкертіп айтқызады екен. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма сөздерді дұрыс оқиық. Коньки, компьютер, фильм, рельс, альбом, циркуль, лагерь, рояль. Екінші тапсырма. Фильм үзінділері берілген. Суреттермен Наурыз мерекесі тақырыбына әңгіме құраңдар дейді. Балалар, біз суретте қандай мерекені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, Наурыз мерекесін көріп тұрмыз. Наурыз қазақтың ұлттық мерекесі. Наурыз мерекесін 22 наурызда тойлатамыз. Наурыз мерекесі туралы тағы не білеміз? Наурыз мерекесінде үлкендер не істейді? Қандай ұлттық ойындар ойнатылады? Қане еске түсіріп әңгіме құрайық. Үшінші тапсырма. Оқы. Асылдың атасы альпинист. Ертең атасының мерейтойы. Ол атасына тосын сый жасамақшы. Тойда арқан тарту ұлттық ойынын ойнатқан дұрыс деп шешті. Бірақ бұл ойынның ережесін есіне түсіре алмады. Сендер оған ойын ережесін еске түсіруге көмекке келіңдер. Балалар, арқан тарту ұлттық ойынның ережесін еске түсіріп айтып берейік. Альпинист деген кім?
Жауабын дереккөзден табыңдар. Бүгін балалар дәптерімізге жіңішкелік таңбасын жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 40-шы бетіндегі жіңішкелік таңбасы мен жіңішкелік таңбасы кездесетін сөздерді көркем, әдемі етіп жазайық. Өздеріңді бас бармақ тәсілі арқылы бағалаңдар.